Елді ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Ежелден қазақ баласы бесікте өскен. Халқымыздың сан ғасырлық тыныс-тіршілігіне байланысты әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлері бар. Соның бірі бала туғаннан кейін баланы бесікке бөлу дәстүрі. Бесікке бөлеген дұрыс әрине. Оны осы әжеміздің, мамамыздың арқасында осы туғаннан бөлеп жатыр. Қандай қиындықтар бар бесікке бөлуде сіз үшін? Қиындық жоқ. Баланы бесікке бөлеген дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Дұрыс. Қай жағынан? Біріншіден таза жатады, екіншіден жылы жатады. Және айтады ғой, қол аяғы түзу болып өседі деп. Сол үшін дұрыс деп ойлаймын. 78 жастағы Назима Оспанова 11 баланың анасы, алтын алқа иегері. Немереден шөбере сүйіп отырған Назима апа барлығын өзі бесікке салуды үйретіп өсіріп келеді. Қазір қолындағы жас келін Айзада Омарбаева әженің айтқанымен кішкентайын бесікке бөліп үйреніп жүр. Жаңағы бүкіл батыр, бүкіл ғалымдар, бүкіл әлгі білектің күшімен, найзаның күшімен атқа мініп алып, елін, жерін қалай қорғаған олар? Осы бесіктен шығып қорғаған. Аяқ қолы дүзу болды бәрінің, балғадай болып бәрі. Осы ақсынып аған анау сауыттан көрсен керемет суретте отырмай ма? Солар қайдан шықты осы бесіктен шықты? Болашақ келіндерге өзіміз енді үйретіп жатырмыз, бәрі өзіміздің бүкіл немереміздің бәрі бесікте жатыр. Енді кейінгі біреулер көнбейтін шығар, өзіміздің асыраған ұрпақтарым өсіп келе жатқан бәрі бесікте. Бәрі де бесікке жататын шығар енді, көнетін шығар. Ерте кезде оларды 6 айда да туған бала болды. Өз қазір де туды біздің бір немереміз 6 айында. Тымаққа салады, әуелі тымаққа салып керегенің басына 8-9 күндік қояды екен. Қарама, 9 күнде жаңағы бала жақсы болып, әйтеуір қимылдап тірі болса, ілігіп кетер екен дейді екен ертеде. Жақсы болды, 9 күн өтті, енді ілігеді деп. Бүгінгі таңда бесік қолданыстан шығып барады. Оған түрткі заманауи техникалардың дамуы. Қазіргі таңда бесіктің зиянын да жоққа шығарып отырған жоқ. Ал әжелеріміз бесіктің пайдасын алға тартса, медицина зиянын да жоққа шығармайды. Ал медицинада шала туған балаларды да аман алып қалуда. Облыстық перинаталды орталықта 2019 жылы шала туған нәрестелер саны 379-ға жеткен. Дәрігерлер шала туған балалардың өмір сүру көрсеткішін 92%-ға артқанын айтады. Ал Аққалат Абзалжандар нәрестелерді бесікке бөлуге кеңес бермейді. Бірінші, бұлардың яғни өте аз салмақта туғандықтан, бұлардың тыныс алу жетіспегендіктен көбіне бұлар жоғары, яғни реанимацияда жатады бізде. Біріншіден тынысын дұрыстаймыз, одан кейін тамақтануын дұрыстаймыз, одан кейін күтіммен екінші этапқа ауыстырылады. Онда бала бірінші түтікше арқылы тамақтандырып үйретеміз, екіншіден салмағын қостыруды үйретеміз, яғни тыныс алуын өте тыныс алу қалыпты жағдайда болу керек. Біздің қазіргі мынау дисплазия тазобедренных суставов дейді, соның өте өршуіне байланысты көбіне біз кеңес бере қоймаймыз бесікте жатуға. Қазір балаңызды бесікке жатқызасыз ба? Қазір жатқызбаймын, кейін бірақ жатқызамын. Бесікке білмеймін, жатқызбайды шығармын бесікке. Не себепті? Білмеймін, екі балаға енді. Ыңғайсыз болады сақты екеуіне бесік. Бесік адам сатысы. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп өмірге келер сәбиін асыға күткен. Қазір заман талабы өзгерген дейміз бе, әлде адамға керектінің барлығы бар дейміз бе? Дегенмен, шала туған балаларды медицинаның аман алып қалуға қауқары жетеді екен. Дегенмен, салт дәстүрімізді ұмытпайық.